О адамдар, сүйінші барың ұққыла. Рамазан келді, ороза қармап тұтқыла. Ертеден кечке ач қарын суда ішпестен, сабырдуу болып, кеч кірсе дағын жұтқыла. Бұл айда бар соопты ішке қамданат, шайтанда келбей чынжырға бекен байланат. Рамазан айы 12 айдың сұлтаны, ушундай бақыт мұсылман үшін арналат. Ынтымақ, ырыс, береке толған бұл айда, кечірім сұрап ибадат қылғын Құдайға, садақа беріп құрсағын тойғыз алсыздың, кейбір жүрет зарғып нанға бұдайға. Бұлдағы сыноу, өзінше сырду табышмақ, көрінсе соғып адамдар чұрқап жарышмақ, бейіштен біраз жыттатып қойса жытыны, кедейді байлар талашып жүріп бағышмақ. Дүйнөдө бейіш тозоқта бізге көрінбейді, чынығы момын екі топ болып бөлінбейді. Жаратқан үшін ороза қармап адамдар, напсini тыйып, жеп ішпейді жана сөгінбейді. Бұл айда тақыр жағымсыз сөздер айтылбайды, періште толған жер беті нұрдан қалқылдайды. 1000 күнден артық ең сырду қадір кечесі дал ушул айдың соңында келіп жарқылдайды. О адамдар, сүйінші барың ұққыла, Рамазан келді, адалдан тамақ жұтқыла. Жақшамал менен қуанып барын көкөлөп, арманға емес бақытқа балқып ұчқыла. Қиямат күні келгенде барын көкөлөп, періште сымал бейішті көздөй ұчқыла.